Құрметті класстастар, биыл біздің мектеп бітіргенімізге Алла қаласа 50 жыл толады. Сол 50 жылдыққа біраз қандай естелік болсын деп видео түсіру үшін қазір мен Бәйшеу ауылына қарай келе жатырмын. Ондағы негізгі мақсатым Бәйшеу ауылына барып, біз алғаш мектеп табалдырығын аттаған Крупский атындағы орта мектептің орнында болу. Сол жерден біраз қандай қысқаша мағлұматтар айту. Мінекей, біздер сол айтқандай Бәйшеу ауылына да келдік. Құрметті достар, осыдан 60 жыл бұрын біздер осы арада орналасқан бұрынғы Крупский атындағы орта мектебінің бірінші сыныбына қабылданғанымыз естеріңізде болар. Біздің бала күніміздегі қызықты, мектеп өміріміздегі қызықты жәттер осы жерде өтті. Ал дәл қазір ол мектеп үй жоқ болғанмен, оның орнында қазір тұрғын үйлер салынған. Бірақ алғаш қолымызға қалам ұстатып, білім үйреткен, бізге үлкен тәрбие берген мектебіміз біздің жүрегімізде мәңгілік сақталып қалатын сөз. Мынау 70-ші жылы 1-ші қыркүйектен бастап сол Крупский атындағы орта мектепке барып, сол жерден 9-шы 10-шы сыныбымызды жалғастырдық. Ал келесі видеомыз сол мектептің өзінен түсірілген. Толтырдық біз кеудеге, қателікте болды бізден кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Бір ауылда өскен едік, бір мектепте түледік. Арман қуып кеткен едік,
бүгін міне кездестік. Ең алғашқы қоңыраулар сыңғыр әнмен жеткенде, галстуктер омырауда көз алдымнан өткенде, сол бір уақыт жанға жайлы нұрын шашып төккенде, достар сол бір балалық кез бізден алыс кеткенде, сол балалық күндер қайда жадыраған көктемде, сауық сайран түндер қайда бірін бірі өткенде, бірақ бәрі елес болып қалар әні жанарда, зымыраған неткен уақыт бізді күтіп тұр арман. Бірге жүрген қандай бақыт айтарым мен достарға, бала кезден бірге өскен өздеріңдей дос бар ма? Сағыныштың сазды әуені жүрегімді жылатты, ұстаздар да кеп дал бүгін көзім ашқан бұлақты. Балалықтың бал күнінен сазды самал ескенде, қайта оралып сол лебіңнен әдемі күй кешкенде, сырғып уақыт жыр боп жылдар өтеді екен бес күнде, бағалайық бәрін уақыт өтіп кеш білмей. Сол балалық күндер қайда жадыраған көктемде, сауық сайран түндер қайда бірін бірі өткенде, бірақ бәрі елес болып қалар әні жанарда, зымыраған неткен уақыт бізді күтіп тұр арман. Бірге жүрген қандай бақыт айтарым мен достарға, бала кезден бірге өскен өздеріңдей дос бар ма? La 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 la, la 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 la, 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 la 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 la. Шіркін бақытты балалық шақ. Міне бүгін кластастар, ширек ғасыр 50 жылдан кейін кластастар болып 50 жылдық мерейтойда кездесіп отырмыз. 7 жасқа толғанда сөмкемізді алып мектеп табалдырығын аттадық. Сол кезде бізді әдемі мейірімді жүзіменен қуанып қарсы алған ұстазымыз Батчай апай еді. Сол кісіден 4 жылдық білім алдық. А әрпінен бастап қолымызға қалам алып үйреткен ұстазымыз қазір өмірде жоқ, бірақ біз ол кісіні сағынып еске аламыз. Мектепке барғаннан кейін сол балалық шақтың қызығына бөлендік. Ойнадық, жүрдік, күлдік. Біз өте бақытты бала болдық. Себебі біздің кезімізде телефон болған жоқ, телевизор болған жоқ.
Біз тек қана сабақты білдік, сосын ойынды білдік. Біздер көршілер, Бақтылы, Рақат, мен, Әселя, Асқар, Баян барлығымыз күндіз мектепке барамыз, кешке барлығымыз бірігіп керемет ойындар ойнаймыз. Шерта ойнаймыз, доп ойнаймыз, маг ойнаймыз, айтылу ойынның түрін ойнаймыз. Жалаң аяқ жаңбырдың суын кештік. Жалаң аяқ құмға батып, аунап, құмда өстік. Сондай керемет балалық балдәуренді бастан кештік. Енді сол 8-ші сыныпқа дейін біз нөмірі 20-шы орталық мектепте оқыдық. Сол 8-ді бітіргеннен кейін 9-шы, 10-шы класста Надежда Константиновна Крупская атындағы мектепке бардық. Ол жерден 2 жыл оқыдық. 9-ды бітіргеннен кейін біздерді Рақат, мен, Бақтылыны үшеумізді 10-шы В класына Құлмұрзина Зинапайдың класына ауыстырды. Жыладық, ренжідік, бірақ сол 10-ды сол жерден бітіріп шықтық. Мен сол 10-шы В сыныптағы Мұхадиев Жақсыбек мен дос болдым, артынан махаббат болдық, сонымен отбасын құрдық. 30 жыл өмір кештік. Мінекей ол да біздің кластасымыз. Енді ал жастық шақта біздері барлығымыз оқуда, әркім өзінің қалаған мамандығы бойынша әр жаққа біздер білім алуға, жан жаққа оқуға кеттік. Бірақ каникулдарда келгенде шұрқырасып табыстық. Жігіттеріміздің бәрін отан қорғауға армияға шығарып салдық. Келгенде бәрін қуанып қарсы алдық. Сондай керемет уақыттар өтті. Сол керемет кластастарымыздың ішінде қазір өмірде жоқ Ғабдолмажит, Зәуреш, Мереке, Мұрат, Бейбігүл, Қалыш, Жаңыл, Алуаш, Ернар. Мені осындай керемет кластастардан біздер айырылып қалдық. Бірақ оларды біз мәңгі ұмытпаймыз. Бүгін біздердің қасымызда солар отырған сияқты жағдайда сезінеміз. Себебі олар біздің кластастарымыз. Өмір баспалдағынан көтеріле келгенде, қазір бәрімізде 67 жасқа жетіп, біздер жаңағы ата әже болдық. Ұрпақ өсіріп отырмыз біздер. Сол ұрпақ, сол балдарды біздер өмірге әкелдік, оларды өсірдік, өндірдік, ұлды ұяға қондырдық, қызды қияға қондырдық. Солардың бәрін атқарып барып, солардан қазір біз немере жиенді болып отырмыз. Енді сол өсіріп отқан ұрпағымыздың қызығына бөленіп, біздер енді немереден шөбере шөпшекке жетейік. Алла тағаланың берген жасын бейнетсіз жасап, осы отырғандарымыздың барлығымызда тек қуаныш той кездесетін болайық. Алла ғұмыр берсін бізге. 67 жас деп өзімізше ойлаймыз ғой, бірақ бүгін кездесіп отырғанда біз 67 емес, баяғы 17 жастағыдай болып өзіміз сезініп отырмыз. Себебі біздің жүрегіміз қанша жасқа келсек те сол 25. Солай соғады. Сондықтан да қатарымыз сүйремей қалған ғұмырда тек бейнетсіз ғұмыр кешіп, осы ұрпақ қызығына бөленіп бақытты болайық. Аман жүріңдер, қайда жүрсеңіздер де, бір-бірімізге тілекші болып, кездескен жерде тек сіз біздесіп құшақтасып көрсейік.